Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім жасайтын, дәмді болып шығатын осындай тефтелі қосылған сорпаның рецептісімен бөлісемін. Осы сорпаны отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация белгісін басып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдымен жуамызды ұсақтап турап, оны тартылған етімізге қосамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сәбізімізді үккіштен өткізіп, пиязымызды ұсақтап турап аламыз да, табамызға сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майымызға алдымен пиязымызды, одан кейін сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 2-3 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Одан кейін осы қуырылған пияз бен сәбізіміздің үстіне суымызды құйып, қайнағанын тосамыз. Біздің суымыз қайнағанша тефтелілерімізді дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолдың көмегімен осылайша аз-аздап үзіп алып, тефтелілерімізді домалақтап дайындайтын боламыз. Балаларға жегенге ыңғайлы болу үшін мен тефтелілерді осындай кішкентай етіп жасаймын. Енді біздің дайын болған тефтелілерімізді осы қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Тефтелілерімізді салып болғаннан кейін сорпамызды жақсылап араластырып аламыз. Мына жерде өкінішке орай менде видеоға түспей қалыпты. Кубиктап туралған картобымызды салып, жақсылап жуылған күрішімізбен тұзымызды салып, қақпағын жауып, толықтай піскенше шамамен 30 минуттай қайнатамыз. Міне достар, картоптарымыз шамамен осындай болып туралуы тиіс. Сорпамыздың дайын болуына шамамен 5-10 минут қалған кезде лавровый лист және де ұсақтап туралған ас көгімізді салып, жақсылап араластырамыз. Мына жерде маған тұзы аздау болып көрінгендіктен мен тағы да сәл тұз қосып жібердім, және де қақпағын жауып толықтай пісіреміз. Міне достар, біздің тефтелі қосылған сорпамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Біздің отбасымызда барлығына ұнады. Міндетті түрде жасап, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.